Саламатсыздар ма YouTube каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында лағман созу тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі ұн, тұз, су ғана. Суға тұзды араластырып аламыз. Судың үстіне ұн салмаймыз, ұнның үстіне су салып отырып, қатты қамыр илеп алатын боламыз. Бұл жерде ұйғыр лағманы емес, бұл үй жағдайында қазақша өзіміздің лағман. Күнде біркелкі тамақтан шаршаған уақытта осылай қолдан созып, ерекшеленіп тамақ істеуге болады. Өте оңай әрі сүйкімтас. Міне осылай қатты қамырды илеп бастырып қоямыз жарты сағатқа. Лағманын ертерек созып дайындап қоя беруіңізге болады. Қолыңыз бос кезде бір жарты сағаттан кейін қайтарып үйлейтін боламыз. Бұны тағы да 20 минутқа бастырып қоямыз. Енді бұны кішкене үлкейтіп жайып алатын боламыз. Осылай жасылап жайып, шамалы жеңілдетеміз созуын. Енді осының қамырымызды кәдімгі майменен майлап, бетін тағы жауып қоямыз. Бір 10-15 минут, 10 минуттай тұрады ғой деймін. Осылай жауып аламыз. 10 минуттан кейін мінекей созуға келіп үлкейіп жатыр. Осыны полоска қылып кесетін боламыз. Ұзын-шалап кесіп аламыз. Енді бұны алақанда созғылаймыз. Думалап пішінге келтіретін боламыз. Барлығын осылай бірінші қолмен созып аламыз. Бәрі болғаннан кейін үстіне кішкене май жауып, тағы да 5-10 минутқа қойып қоятын боламыз. Үзіліп кетпейді. Бұл өте әдемі, керемет лағман болады. Біз жалпы ұйғыр лағманы жуандау болады ғой. Біздер бұны өте жіңішке қылып істегенді жақсы көреміз. Сондықтан да жіңішкертемін әбден. Сосын осылай бір ыдысқа бәрін айналдырып жағып, тағы да 5-10 минутқа қоямыз. Бұны бос уақытыңызда істеген дұрыс негізі. Аяқ астынан тез біте салмайтындығын алдын ала созып қоюға болады. Міне бірінші ортасынан бастағандықтан ортасынан бастап қайта созамыз. Жіп созғандай етіп әдемілеп созып бір келіпке қалып келтіреміз. Жуандау жерін кішкене алақандап жіберсеңіз болады. Осылай бір келкі тегіс болғаны жақсы. Бұны алғашқы істеп жатқан адамдарға үйрену өте оңай осы жолы. Бұны кәдімгі үлкен лағмандар сияқты көптен созбай-ақ, жеке-жеке осы дана күйінде созып салуыңызға болады сорпаңызға. Әрі тез піседі. Тіптен үзілмейді, сонысы бір керемет. Бәрін жеке-жеке осылай әрбір бөлікті қолмен созғыштап осылай қойып қоямыз. Бұның да үстіне қайазып қалмас үшін кішкене майлап, бетін салапындап қоюға болады. Сосын шетінен қайта ұрып созуға болады енді. Жалпы екеу-үшеуін қосып бірге ұруға да болады. Бірінші істеп жатқан болсаңыз, жеке-жеке істегеніңіз өзіңізге ыңғайлы, әрі оңай болады.
Енді осыны осы тұрған жерінде осылай майлап бетін салфанға жауып қоямыз. Шілденіп қалмас үшін, қаясып қалмас үшін. Енді осыны шетінен алып, біртіндеп созып соссаңыз болады. Бұл жерде мен майдаларын 2-3-ден не алдым. Енді сіздерге көрсетейін. Біреуін ғана созып, жеке созған өзіңізге ыңғайлы. Осындай міне осылай жіңішке болып шығады. Жалпы үй жағдайындағы лапша деп айтылады. Домашний лапша. Сорпаға да біріншіге де екіншіге де істей берсеңіз болады бұны. Осыны енді қайнап тұрған тұз салған суға қайнатып алып пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға кішкене тұз салып, 3 бөлектен бірақ салдым, шағын болғандықтан. Міне пісіп қалды. Енді осыны ыдысымызға салып, кішкене май жағып қойып қоямыз. Салқын жерге ұзақ уақыт қолдануға болады. 2-3 күнге де тұрады. Алдын ала дайындап қоюға болады. Міне біздің лағманымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.